Жастайынан Құраннан нәр алып, сауатын Құранмен ашқан Қайым Мұхамедхановтың әкесі Мұхамедхан имам, діндар, білгір адам еді. Ол қуатты адам болғаннан кейін Алихан Бөкейханов сияқты алаш зиялыларымен жиі қатынасып үйіне шақырып тұратын. Кішкентай Қайым солардың тізесінде отырып талай әңгімені естіген болатын. 1937 жылы әкесі мен шешесін НКВД алып кетіп, із-түссіз жоғалды. Қайым оны кейін ғана білді, 3 күннен кейін атып тастағанын. Осы жәдігерлермен Қайымды да жоғары оқу орнынан шығарып тастады. Жастайынан не істерін білмеген Қайым ауыр жұмыс істеп поэзиямен айналысады. 20-ға жуық өлеңдері, 2 поэмасын жазып адамдарға танымал болады. 27 жасында Қайым Мұхамедханов біз қазақ ежелден еркіндігі аңсаған гимнін жазып халық тани бастайды. Осыдан кейін Мұхтар ағамыз Қайымды Семейге жібереді. Сен барып Абай музейін құрып соны толықтыр дейді. Жастайынан қайтпаған Қайым ауыл-ауылды аралап 500-ге жуық жәдігерлермен мұражайды толықтырған еді. 1951 жылы очистить музей от хлама миссиясы басталды. Ондағысы музейде Құнанбайдың суреті неге тұр? Ол феодал, ол халықты қанаушы деп пәле жапты. Сонда Қайымның жауап бергені: разве в музеях Пушкина, Лермонтова, Толстого не стоят ли портреты их родителей деген кезде Мәскеуден мынандай хабарлама түсті: есть школы Карла Маркса, школы Энгельса, школа Ленина, школа Сталина, еще не хватало школа Абая деп қудалау басталды. 1951 жылы 5 адам 25 жылға сотталған еді. Олар Бекмаханов, Исмаилов, Сүлейменов, Жұмалиев және Қайым Мұхамедханов еді. Өзінің айтуы бойынша былай дейді: тергеушілер мені камераға келді де сыртымнан жауып кетті. Ішінде турник қана тұр. Бір кезде едені ысып аяғымды күйдіре бастады. Турникқа барып тартылдым. Қол аяғым қарсып қалыпты. Тозақтың отына жанғандай болып, есім құрып талып қалыппын. Таң ата тергеуші: мына қағазға қол қойсаң боссың деді. Қағазды қарасам, Абайдан бас тарт және Мұхтар Әуезовтің үстіне жала жабу жазылған еді. Қағазды сырып тастап: өзекті жанға бір өлім, өлсем алаш азаматтарынан артық емеспін дедім. Сол кезде 2 солдат кіріп қолымды байлап тырнақ астына ине тыға бастады. Осыдан кейін есімді білмей құладым. Көзімді ашсам 2 тісім сықылдап тонып жатыр екенмін. Сөйтсем мұздатқыш камераға қамапты. Өлмеу үшін орнымнан тұрдым да жүгірдім, тоқтамадым. Білмедім неше сағатқа созылғанын. 2 күннен кейін екінші тергеу шақыртып мына қағазға қол қой деді. Оқысам мені Мұхтар Әуезов үйретті, соның тапсырмасымен жүрдім деген жала қағаз екен. Мен бас тарттым. Басқа камераға апарып қолымнан асып қойып ұрып соққа жықты. Кейін басыма суық су тамшылатып қойыпты. Өткен сайын су тамшысы төбемді темір балғамен ұрып жатқандай сезілді. Қанша қинаса да менің сағымды олар сындыра алмады. Тек бірақ қорғаным ол дұға болды. Аллаға құлшылығым көмектесті. Осылай 7 ай ішінде 7 тергеушіні ауыстырдым. Олар камераға кіргізіп: қол қой, одан соң босатамыз сені, жанұяңа барасың, әйел балаң тосып отыр емес пе деді. Мен жоқ дедім. Сол кезде басыма резеңке дорбаны кигізіп, тұншықтырып дубинкімен сабаған еді. Есімнен таңдым. 3 күннен кейін 25 жылға соттап Карлаг лагеріне жіберді дейді өзінің естеліктерінде Қайым ағамыз. Сатқындық пәле жабу ең үлкен күнә екенін әкем кезінде үйрететін. Тозақтың тауқыметін көрсең бе Абайды, мұқаңды сатпадым деді. Сөйтіп 1956 жылы ақталып шықтым. Қалған өмірімнің бәрін Абай тануға арнап еңбектерін жазған едім. Қайым Мұхамедханов 88 жасында дүние салды. Ел есінде, ешқашан тірі пендені сатпаған, тек ақиқат жолымен қуып, намазын қаза қылмай, Аллаға жанын беріп, құлшылық қылған атамыздың өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі болсын деп ойлаймын. Ол атамыздың бір сөзінде былай дейді:
бақыт дегеніміз ол еркіндік, адал сөйлеу және ештеңкеден қорықпай өмір сүру